Bir күні кішкентай бір бала далда жүгіріп бара жатып құлап қалады екен. Қасынан өтіп бара жатқан ұстаз балам тұрсай, құламасай деп көмектесіп жатса, бала тұрып үстін қағып, ұстазым, рахмет сізге. Мен құласам тұрам ғой, сіздер құламаңыздар. Құрметті ұстаздар, сіздер құламаңыздар. Қазір көп нәрсе құлап жатыр. Көп жүйелер құлауы мүмкін. Сіздер құламаңыздар. Құлап қалсақ та тұрайық. Орысша мынандай сөз бар. Не важно, что происходит вокруг тебя. Важно, как ты к этому отнесешься. Шынымен, қазір уақытта сыртта не отқан маңызды емес. Ең маңызды нәрсе, отқан нәрседен қандай біз сабақ шығара аламыз. Қандай реакция береміз біз. Бұндай нәрсе не үшін болды? Не үшін басымызға келді? Деп сұраудың орнына. Бұл нәрсе болатқан кезде, бұндай жағдайда мен қалайша өзгере аламын? Қалай өз оқушыларыма, балаларыма, өз мектебіме және еліме пайдалы бола аламын? Қазір уақытта successful, табысты болу үшін ең бірінші адаптация деп айтады. Тез өзгере білу біздің уақытымызда өте пайдалы құрал. Сол үшін құрметті ұстаздар, бәріміз бірге қазір қашықтықтан оқыту, түрлі құралдар, интернет, ағылшын, осының бәрін тез үйренуге тырысайық. Былай қарасақ, бұл жағдай бізге шынымен болашақта болу мүмкін, түрлі методикаларды көрсету мүмкін. Тезірек үйреніп алайық, бірімізге көмектесейік. Оңай емес, шынымен. Бірақ адам шын жүректен бір нәрсе ниеттенсе, Алла тағала оның бір жолын көрсетеді. Адам бір нәрсені қаламаса, әрқашанда сылтау табылады. Енді болатқан жағдай былай қарасақ, тек қана оқу мәселесін емес, ең бірінші өзіміздің өмірімізге байланысы бар. Әрқашан жұмыс, азынан кешін жүгіреміз. Өзімізге, өзіміздің балаларымызға, отбасымызға уақыт таба алмай жүреміз. Мүмкін бұл жағдай шынымен бір паузаға басуға бізге мүмкіндік беріп атқан шығар. Бір тоқтап, қайдан келе жатырмын, қайда бар жатырмын, қалай өмір сүріп жатырмын, өмір сүріп атқан дұрыс па, мен шынымен өзіме ризамын ба, өмір сүріп атқан стилімен. Бір айналамызға қарасақ, бір тоқтап қалсақ, жаңағы біздің уақыт жетіспейді деп айтамыз әрқашан. Азынан кешін жұмыс істеген сияқты. Орысша суета деп айтады. Тоқтап, көбірек өзімізге қазір үйде отырып, бостан-босқа уақытты өткізбей, көбірек кітап оқысақ, көбірек пландасақ, өзімізді дамытсақ, рухани жағынан, рухани жаңғыру дейді ғой, бостан-босқа айтылмаған, өзімізді ағылшын жағынан, өзіміздің пәніміз жағынан, қазіргі уақытта қашықтықтан оқыту үшін көптеген құралдар бар, ютубта көптеген каналдар бар. Сол құралдарды үйренуге уақыт көбірек бөлсек, дұрыс қарым-қатынас құру үшін балалармен, отбасымызбен сондай да кітаптар көбірек оқысақ, шын мәнінде үлкен бір мүмкіндік болып тұр. Өзімізге уақыт бөлуге, спортпен шұғылданып, өз иммунитетімізді дұрыстасақ, көбірек мысалы жеміс-жидек, түрлі көкөністер жеп, жаңағы витаминдер дейді ғой, қазір көктем болып жатыр. Өзіміз біраз дұрыстасақ. Одан кейін ұйқы жағынан қазіргі уақытта ертерек жатып, ұйқымызды қандырсақ, ертерек тұрып, көп жұмыс үлгеруге болады.
тек қана өзіміз емес, енді қасымыздағы туған туысқан бауырларымыз, балаларымыз, ата-анамызға көбірек көңіл бөлейік. Қазір болмаса қашан, біз болмасақ кім? Сол үшін көбірек оларға қарап, біздің балаларымыз, оларға құрып жатқан қарым-қатынасымыз дұрыс па? Мысалы, біздің қасымызда жүрген адамдар енді мәңгі қасымызда жүрмейді ғой. Сол үшін көбірек қазір оларға мән берсек, түрлі ойындар ойнап, көбірек әңгімелесіп, бірге тамақ жасап, керек болса ойнап, сыртта, мысалы огородта, мысалы не істеп, жұмыс істеп, сондай мен ойлаймын, жақсы мүмкіндік. Енді құрметті ұстаздар, одан басқа тағы бір қосатын нәрсем бар, ұмытып кеттім. Көп ұзақ уақыттан бері істей алмай жүрген өзіміздің армандарымыз, хоббиларымыз болуы мүмкін, иә? Сонымен айналыссақ. Мысалы, өмірді пландау деген нәрсе бар. Бір ай болсын, бір жыл болсын, 5-10 жылға Құдай қаласа бір жақсы пландар құрсақ. Бұл уақыт ертең келмеу мүмкін. Тағы да жұмыс басталады, тағы да жүгіру басталады. Осы уақытта жақсы қолданайық. Көп қорқа бермеңіздер. Шынымен мен сіздерге айтайын, ютубта жаңалықтарда қанша адам қырылып жатыр, өліп жатыр деген жаңалықты көп қарай бермеңіздер. Ол біздің ішімізде, бізде ол өзгертеді, біраз ішімізде негатив пайда болады. Көп қорқа бастаймыз. Ол энергияны біз қазір позитивный, креативный, көп жаңалықтар, көп жаңа үйреніп, көп заттарды үйреніп, өзімізді дамыту үшін қолданайық. Бірақ ұмытпаңыздар, абайлап жүрейік. Қолымызды жуып, масканы ұмытпаңыздар. Көп жүрген адамдар сыртқа шығып, жаңағы магазиннен басқа жерге бара бермейік. Өз адам өзін сақтағанда Алла Тағала сақтайды дейді ғой. Сол үшін өзімізді сақтайық, туған туысқандарымызды сақтайық, көбірек уақыт өткізейік бірге, бір-бірімізге пайдалы болайық, елімізге пайдалы болайық. Видео қараған үшін көп сізге рахмет. Аман болыңыздар. Туған туысқандарыңыз аман болсын. Әрқашанда тек қана алға, қош сау болыңыздар.